Берқайыр Сәлімұлы Аманшин, ақын, жазушы, драматург, аудармашы. Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауылындағы Бетпақкөл ауылында туған. Махамбеттің тағдыры романының алғашқы басылымына жазылған алғы сөзінде Ғафу Қайырбеков былай дейді: романды жазу үшін ол қыруар уақытты жұмсады. Ол тек қана осы романды өз шығармашылығының өркеші, биігі болды деп санады да, оған сандаған жылдары сарп етті деп біздің ақынымыз жазып кеткен екен. Берқайыр Аманшиннің проза саласындағы жеткен биігі Махамбеттің тағдыры романы. Берқайыр ақын, әзілге жақын адам болған. Сондықтан да үнемі өнер саласындағы Берқайыр Аманшин әдебиеттегі үш жаны саласында ғана қалам тартып қоймай, прозаның іргелі жанры романында да өз қолтаңбасын қалдырып кеткен жазушы.